Хабаш елінде сахабалар әділдікке жету үшін сол қоғамдағы мүмкіндіктерді ақылмен пайдаланды. Нәжаши мұсылман болмаса да, оның әділ басқаруына сүйеніп өз құқықтарын қорғады. Олар сенімдеріне қайшы келтірмей, Нәжашидің де жақсы қасиеттерін мойындап, шындықты жасырмай айтты. Жағафар ислам дінінің өздерінің қалай өзгерткенін айтып, Нәжашиді де діні үшін оны айыптамады. Жағафардың айтқан сөзі Нәжашиге қатты әсер етті. Нәжашидің жауабында да оның Алланың бірлігі сенімде болғандығын көрсетеді. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинаға хижрет жасаған соң Нәжашиге исламға шақырып хат жолдайды. Нәжаши оған жауап беріп, өзінің мұсылман болғанын және иман келтіргенін айтады. Тіпті уа Алланың елшісі, егер маған бұйырсаңыз, Мәдинаға барып сізге қызмет етейін деп жазып жіберген. Осылайша Нәжашидің әділдігі мен ақиқатты мойындай білуі оның ислам дінін қабылдауға алып келді.